Жергілікті ауру қоздырғыштарының әсерінен эвакуацияланған қала тұрғындарын тасымалдап бара жатқан көліктер керуені жол ортасында жарылыс дыбыстары естілген соң тоқтап қалды. Тұрғындарды оқшауланған аймаққа апаруға жауапты сарбаз автобустан түсіп, жүргізушіге есіктерді жабуды бұйырды. Ешкімнің кіріп шықпауын қадағалап тұрғанда, ол екінші сарбаз әріптесімен байланысын жоғалтқанын түсінеді. Әріптесін іздеп шыққан екінші сарбаз автобустан түсе бергенде шабуылға ұшырайды. Полицейге шабуыл жасаған қобыжықты автобусқа кіргізбеу үшін Джек пен Патрик бірігіп, оны итеріп шығарады. Содан соң олар өздерін қорғау үшін сарбаздардың қаруларын алуға шешім қабылдайды. Қаруға жақындаған кезде Джекке ауру жұқтырып, зомбиге айналған сарбаздың өзі шабуыл жасайды. Бақытына қарай Джек жұқтырмас бұрын тапаншасын алып, оған оқ атады, бірақ көп ұзамай басқа да жыртқыштардың көп екенін түсініп, автобустың астына жасырынады. Қобыжықтар автобусқа кіруге тырысқан кезде, Патрик есікті жауып тұруға тырысады. Ал басқалары балама жолды іздеп, терезедегі шыныны сындырып, әйелі мен қызының қашып кетуіне жол ашады. Оның әріптестері жұтылып жатқан кезде, Эмма сәбиімен қашып құтылып, қараусыз қалған көлікке тығылады. Кенет терезеден бір зомби пайда болып, Эмманы артынан ұстайды. Әйел қобыжықты итеріп тастауға тырысқанда, оның айқайына басқа бір қобыжық келіп, алдыңғы әйнекті сындырып, оған жетуге тырысады. Бақытымызға орай, сол кезде Джек пайда болып, оларды құтқару үшін зомбилерге оқ атады. Сәбиді алғаннан кейін ол қанға боялғанын байқайды, бірақ жарақаттанған Эмма екенін түсінеді. Қызын қорғауға тырысқан әйел тістеп алғандықтан, сол қобыжықтардың біріне айналуға жазылған. 9 жыл өткен соң, қыста Патрик азық іздеп шығып, қаладан адасқан атты тауып алады. Жануарды өлтіргеннен кейін, ол етін баспанасына алып келіп, кешкі асын дайындайды. Әйелі жұқтырғаннан кейін Джек өзін қалған әлемнен оқшаулап, қызына қарауды шешеді. Содан бері ол қызымен бірге адамзат өркениетімен байланыста болмаған. Келесі күні таңертең Патрик итінің үргенінен оянып, аулада серуендеу үшін есікті ашады. Серуендеу кезінде иті Дуг пен қыз Лу үйленгендердің печеньелерін бөліседі. Алайда иесінің ысқырығын естігенде, ит онымен кездесуге жүгіреді, ал Лу үйіне қайтып келеді. Мектепке бара алмаса да, қыз әкесінен көп нәрсені үйренеді. Математика сабағынан кейін Джек атуға шығуды шешеді, және қызымен көбірек уақыт өткізу мүмкіндігін пайдаланады. Кешке ол Луға туған күнге сыйлық береді. Қорапты ашқанда ол анасының ескі заттарын табады. Сол түні әкесімен сөйлескен кезде Лу адамзатты жойып жіберген қобыжықтар туралы сұрайды. Әкесі олардың бәрі қатып қалғанын айтады. Джек барлық күш-жігерін қызын тәрбиелеуге жұмсау үшін оңаша өмір сүреді. Патрик басқа аман қалғандармен байланыс орнатуға үнемі тырысады, бірақ бұл миссиясы ешқашан сәтті болмаған. Бір күні түнде Лу сырттан шыққан қорқынышты шудан оянып, терезеден қарау үшін тұрады. Перделерді ашқан кезде ол қоршаудың сыртындағы зомбиді көреді, бірақ иттердің үргенін естігенде қобыжық қашып кетеді. Қатты қорыққан Лу терезеден алыстап, шкафтың жанындағы бұрышқа тығылады. Не болғанын түсінуге тырысады. Ол үшін бұл қобыжықтар тек қорқынышты әңгімелер болған. Таңертең Джек қызын төсектің астына жасырынып жатқанын тауып, не болғанын түсінуге тырысады. Алайда, қобыжықтың сипаттамасын естігенде, ол мұның бәрі Лудың қиялының жемісі деген қорытындыға келіп, бұл жай ғана жаман түс көргенін айтады. Әкесінің оның әңгімесіне сенбейтінін түсінген қыз оны сендіруге тырысуды тоқтатып, қоршаудың тесігінен қарап тұру үшін шүберек қоянды қалдырады. Осы кезде ол Дугтың иесімен кездеседі, және әкесінен басқа ер адамды көргенде қатты таң қалады. Лу бұрын ешкіммен кездеспеген. Патриктің қызымен байланысуға тырысып жатқанын түсінген Джек оған қарай жүгіріп, үйден алыс болуды бұйырады. Джек қаруланғанын түсінген Патрик итімен кетіп қалуды шешіп, азық-түлік іздеп қоймаға кіреді. Қажетті заттарды алғаннан кейін Патрик кетуге дайындалады, бірақ бірдеңе Дугтың назарын аударғанын түсінеді. Итке жақындаған кезде ол келген кезде қоймада болған түлкінің қалдықтарын көреді. Қан ізі оны жануармен қоректеніп жатқан зомбиге апарады. Оны байқаған Патрик итімен бірге қашуға тырысады. Қоймадан шыққанда қобыжықтың шығу жолын бөгеу үшін есікті жабады. Содан кейін ер адам көлігіне отырып, Дугпен бірге кетіп қалады, бірақ олар қашып бара жатқанда апатқа ұшырап, қарға құлап кетеді. Бірнеше секунд бойы Патрик есін жоғалтады. Оянған кезде ол өзі қашып бара жатқан қобыжықтың оған жетіп алғанын түсінеді. Сол сәтте қобыжықтың соқыр екенін түсінеді, сондықтан оны жоғалтуға тырысып, қозғалмай тұруды шешеді. Кенет қобыжық атыс дауысын естіп, сол шуға тартылады. Сол түстен кейін Джек қызына ату тәжірибесін беруді шешеді, және бірнеше метр қашықтықтағы қояндарға аң аулау үшін қақпаны ашады.
Ер адам кешкі асын дайындап жатқанда, Патрик қолына қару алып, Джекке оған қарай келе жатқан құбыжық туралы ескерту үшін аспанға оқ атып, жақындайды. Бұл әрекетімен Патрик құбылысқа назарын аударады. Ол шанаға секіріп, оны құлатып жібереді. Көліктің өз бағытына келе жатқанын көрген Джек қызымен бірге басын төмен түсіріп, оған қақпаның артына тығылуды бұйырады. Сол сәтте Патрик қаруына қол созады, бірақ құбыжық оны үлгермей тұрып ұстап алады. Ер адамның жұтылып жатқанын көрген Джек атуға дайындалады, бірақ шүртпені басудан бас тартып, Патриктің тістеп жатқанын қарап тұрады. Дәл сол кезде Дуг қожайынын қорғауға келіп, құбыжыққа шабуыл жасайды. Алайда шайқас кезінде ит те тістеліп, өлтіріледі. Қатты жарақаттанған Патрик қаруын алып, зомбиді атып жібереді. Ол оқ тигеннен кейін қашып кетеді. Көршісінің жұқтырғанын көрген Джек кетіп қалып, қызының жағдайын тексеру үшін үйіне қайтып келеді. Алайда әкесі жақындағанда, Лу жылай бастайды және оны итеріп жібереді, өйткені ол Патриктің әдейі тістеп алғанын біледі. Итінің соңғы сәттерін көрген Патрик қатты қайғырады, өйткені Дуг соңғы бірнеше жылда оның жалғыз серігі болған. Жануардың өмірін сақтаудың жолы жоқ екенін білген ер адам оның соңғы деміне дейін бірге болуды шешіп, адал досының қазасына қайғырады. Дугтың денесін жерлегеннен кейін Патрик бәрін аяқтауға бел буып, зомбилердің біріне айналмас бұрын үйіне қайтып келеді. Дәл сол кезде ол өзіне батылдық беруге тырысқанда, Эмма тістеп алған күнді есіне түсіреді. Ол жұқпа таралмас үшін оның қолын кесуге тура келген. Шүртпені басар алдында Патрик есінен танып, радионың дыбысынан оянады. Біреу байланысуға тырысып жатқанын түсінген ер адам микрофонға жақындап, қоңырауға жауап береді. Орналасқан жерін хабарлағаннан кейін Патрик зомбилердің қайтып келгенін және олардың бірі оны тістеп алғанын айтады. Бұны естіген Джереми шабуылдың қашан болғанын сұрайды. Патрик таңертең жұқтырғанын айтады. Сонда Джереми шабуылдан бері көп уақыт өткенін және егер ол шынымен жұқтырған болса, қазірдің өзінде айналуы керек екенін айтады. Келесі күні таңертең терезелерді жабу үшін тақтайларды бұрап жатқан кезде Джек көршісін сырттан көреді және оның айналмағанын білгенде таң қалады. Сол күні тамақ іздеуге шыққан кезде Джек қар басқан үйге кіріп, диванда бұрынғы тұрғындардың мұздатылған денелерін табады. Қорқынышты көрініске назар аудармауға тырысып, ол азық-түлік іздеп, бір топ пластикалық гүлдерді табады. Үйге келгенде, ол қызымен татуласуға тырысып, жалған гүлдерді береді. Лу оларды анасының құрметіне үлкен шкафқа қояды. Осы кезде қыз Дугтың қабіріне сол гүлдердің бір бөлігін апаруды шешеді. Қажет болса, өзін қорғау үшін қару алғаннан кейін ол қоршаудан өтеді. Алайда Джек көп ұзамай қызының үйден кетіп қалғанын түсініп, оның соңынан бірден барады. Жас әйел Дугтың қабірі орналасқан қоршаудың арғы жағына гүлдерді бей-жай лақтырып жатқанда, бір зомби пайда болып, оған артынан жақындайды. Оны көрген Лу қаруын алып, атуға дайындалады, бірақ құбыжық оны құлатып жібереді. Қызының қауіпті жағдайда екенін түсінген Джек қақпаны ашуға асығып, құбыжыққа шабуыл жасайды. Ашуланған ер адам жауын бірнеше рет бетінен ұрады. Алайда шабуыл кезінде де зомби жауап береді және тырнақтарын пайдаланып, Джектің ішін кесіп тастайды. Қызын қорғауға бел буған ол есінен танып қалғанша шабуылын жалғастырады. Содан кейін зомби есінен танып қалған Луға қарай жылжиды. Сол сәтте Джек қоршаудың арғы жағында Патриктің өзіне қарай қаруын бағыттап тұрғанын көреді және қатты қорқады. Бірақ оған тигізбейді. Көршісі енді ғана тұрып жатқан құбыжықты атып жібереді. Бірнеше сағаттан кейін, түнде Джек Патриктің үйінде оянып, бірден қызын іздеуге тұрады. Аулада келе жатқанда ол өзіне шабуыл жасаған зомбиге таң қалады және оның арқанда тұрғанын түсінеді. Қолдары алынып тасталғанына қарамастан, зомби тірі және оның инстинкттері сақталған. Дәл сол кезде Патрик бейсбол білекті алып келіп құбыжықты ұрады. Ер адам оның қолдары алынып тасталғаннан кейін бірнеше минут ішінде жараларды жауып, қан кетуді болдырмағанын айтады. Осы тіршілік иелерінің физикалық ерекшеліктерін бақылай отырып, Патрик олардың соңғы 10 жылдықта суыққа төзімді және одан да тиімді жыртқыштарға айналғаны туралы қорытындыға келген. Жақсы жаңалық, адамдарды құбыжыққа айналдыратын ауру қоздырғыш енді жоқ, сондықтан олар инфекция туралы алаңдамауы керек. Дәл сол кезде Лу пайда болады. Джек қызының тірі және сау екенін көргенде жеңілдейді. Ол тез тұрып оны құшақтауға жүгіреді. Содан кейін оны үйге қайтарады. Бірнеше минуттан кейін Патрик радиодан Лудың дауысын естиді және таң қалады. Әлі де күмәнданып тұрған ер адам қоңырауға жауап береді, ал оның көршісі оны кешкі асқа шақырады. Көптен бері басқа адамдармен кешкі ас ішкеніне қуанған Патрик жақсы әсер қалдыру үшін жақсы душ қабылдап, сақалын қыруды шешеді.
Есікті ашқан кезде Джек бұл адамды үйінде қабылдағанына қатты таңғалғанын жасыра алмайды, бірақ ол өмірін құтқарған үшін алғыс ретінде жағымды болуға тырысады. Көп ұзамай Лу төменге түседі. Көршісінің шашы қиылған және сақалы қырылған Лу таң қалғанмен оны құшақтауға жүгіреді және Патрик оған қуыршақ сыйлағанда қатты қуанады. Кешкі ас кезінде жағымсыз басталған әңгіме жайлы бола бастайды. Әркімнің көңіл күйі жақсарады. Тамақтан кейін Патрик Луға ескі фильмдер туралы әңгімелерді айтады. Қыз оның тізесінде ұйықтап қалады. Джектің көмегімен ол қызды диванға жатқызады. Екеуі де Лудың ұйықтап қалғанын пайдаланып, өткендері туралы сөйлеседі. Осы кезде Джек қыз үшін Патрикпен арадағы келіспеушіліктерді бір шетке ысырып қойып, оны қорғауға көмектесуін сұрайды. Әңгіме барысында Патрик оларды қаладан басқа құбыжықтар таппас бұрын алып кетуге болатын есірткінің қайда екенін білетінін айтады. Алайда Джек өзі мен қызының ол жерде қауіпсіз екеніне сенетіндіктен үйде қалуға бел буады. Көршісінің пальтосын бергеннен кейін ер адам оған кетуді бұйырады және Лудың жанына отырады. Сол сәтте Джек қыздың сәби кезінде оның биологиялық әкесі Патриктің қамқорлығында болғанын есіне түсіреді. Эмма қайтыс болғаннан кейін Патрик ішімдікке салынған. Тіпті өз қызын да назардан тыс қалдырған. Қыздың денсаулығы мен қауіпсіздігіне алаңдаған Джек оның әкелігін қабылдауды шешеді. Содан бері оны өз қызындай тәрбиелеп келеді. Келесі күні таңертең Патрик саяхатқа шығу үшін жүк көлігінің терезелерін тазалай бастайды. Оның таңқаларлығы Джек пен Лу онымен бірге баруды шешеді. Басқа зомбилер пайда болса, қызды жалғыз қорғай алмайтынын түсінген Джек үйін тастап, белгісіздікке кету туралы қиын шешім қабылдайды. Жолға шықпас бұрын, үшеуі азық-түлік алу үшін қоймаға тоқтайды. Кетіп бара жатқанда Лу бір әйелді кезіктіреді. Оны көргенде Патрик жағдайының жақсы екенін білуге тырысады, бірақ әйел кенет қатты айқайлайды. Қатты қорыққан Патрик оны тыныштандыруға тырысып, арпалысты тоқтатқанша ұстап тұрады. Ол тынышталған кезде Джек Клараны сауығып кетуге көмектесу үшін үйге алып кетуді шешеді. Патрик от жағып жатқанда, Лу оған жақындап, оның анасымен кездеспегенін сұрайды, өйткені ол бөлмесінде Эмманың бірнеше фотосуретін көрген. Қыз бұл Патрик пен оның әкесінің арасындағы дау-дамайдың шығу тегі екенін тез түсінеді, және Эмма Джекті таңдағанда оның көршісі өзін қалай сезінгенін сұрайды. Сол сәтте Патриктің көзінен жас шығып, Луға оның нағыз әкесі екенін айтуға деген ұмтылыс пайда болады. Алайда қызды мұндай түсінбеушілік пен азаптан құтқару үшін Патрик бұл шындықты жасырып, әңгіменің тақырыбын өзгертуді шешеді. Бірнеше минуттан кейін Джек көршісімен сөйлесуге барады және Клараның оянғанын айтады. Оның айтуынша, оның тобына зомбилердің тобы шабуыл жасаған. Не болғаны туралы естеліктер оны әлі де қорқытады. Есі кіргенде Клара жаңа ауру қоздырғыштары туралы жаңалықтар таралғаннан бері ата-анасымен және аға-інілерімен бір жылдан астам уақыт бойы үйде тұрғанын айтады. Осы кезеңнен кейін олар ақыры кетіп, солтүстікке бет алды. Ол жерде аман қалғандардың бірнеше тобын кездестіреді. Осы топтардың бірінде жас әйел ғашық болған жігітті кездестіреді. Ол оның әкесі болатынын білуге мүмкіндігі болмай жатып қайтыс болады. Шамамен 3 апта бұрын ол жігітімен бірге тағы бір шағын саяхатшылар тобына қосылып, 4 көліктен тұратын керуен құрайды. Олар Патрик жасаған хабарды естіп, ол жерде басқа да тірі қалғандар бар жоғын тексеруді шешеді. Жол бойы керуен шабуылға ұшырап, Клара жалғыз қашып құтылады. Әйелдің қайғылы оқиғасын естіген Лу оған жақындап, ішіндегі сәби туралы сұрайды. Олар сөйлесіп жатқанда Клара аулада тұзаққа түскен құбыжықтың айқайын естиді және қатты қорқады. Мұны естіген жас әйел бұл адамдардың немен айналысып жатқанын білмейді деген қорытындыға келеді. Сондықтан үстелдің үстіндегі тапаншаны алып, зомбиді біржолата өлтіреді. Клараның айтуынша, құбыжықтың шығарған шуы басқа құбыжықтарды өзіне тартады. Патрик қаланың құбыжықтарға толы екенін түсінеді. Қатты қорыққан ер адам үйге кіріп, Джекке құбыжықтардың басып кіруіне жол бермеу үшін барлық кіреберістерді жабуға көмектесуін сұрайды. Содан кейін ересектер соғысқа дайындала бастайды және кез келген зомби кіріп кетсе, өздерін қорғау үшін қаруларын қайта оқтайды. Бірнеше минуттан кейін топ бір құбыжықтың жақындап келе жатқанын көреді. Джек Луға жертөледе тығылуды бұйырады. Ал ол және басқа ересектер зомбидің соңынан түседі. Қорқып кеткен қыз қараңғы жермен жүре бастайды және жыртқыштардың назарын аудармау үшін үндемей тұруға тырысады. Алайда артына қарағанда ол зомбиге тап болады. Оны байқамау үшін қозғалмай тұра қалады. Терезеден қарап тұрған Клара сырттағы құбыжықты көріп, оны атып өлтіреді. Шыққан шуды естіген үйге кірген құбыжық пайда болып, Джекке қуалай бастайды. Джек жатын бөлмелердің біріне жасырынып, жау кіріп кетпеу үшін есікті ұстап тұрады.
Кенет тағы бір зомби терезеден пайда болады. Джек оны шығару үшін қаруына қол созады. Бірақ бірінші оқты атқаннан кейін оның оқ дәрісі біткенін түсінеді. Ол өзін қорғау үшін шыны сынығын алады. Патриктің көмегімен Клара зомбидің өтуіне тосқауыл қойып, есіктің алдына ағаш сөрені жылжытады. Сонымен қатар Лу жертөленің ішінде тұзаққа түскен қобыжықтан жасырынуды жалғастырады. Дыбыс шығармау үшін ақырын қозғалады. Ашық сандықты көрген қыз қобыжықты ішке қамап қою жоспарын ойластырады. Оны азғыру үшін Патрик сыйға тартқан ойыншықты жем ретінде пайдаланады. Дәл сол кезде Патрик жертөленің ішінен қобыжықтардың шуын естиді. Луды шығару үшін есікті ашады. Есік ашылғанда ақ, ер адамға шабуыл жасалып, қобыжықпен физикалық шайқас басталады. Одақтасының қиыншылыққа тап болғанын көрген Клара қобыжықтарды шатастыру үшін қатты музыка қосады. Қобыжық Патриктен алыстағаннан кейін, әйел құралды пайдаланып, зомбидің басына шегелерді қағады. Лудың тірі екенін білген Патрик жеңілдейді. Оған барлық есіктер мен терезелерден алыс болуды сұрайды. Радиоға жақындағанда, Лу бір әйелдің байланыс орнатуға тырысып жатқанын естиді. Ол, Спрингфолз қаласында аман қалғандардың тобы тұрып жатқанын біледі. Дәл сол кезде Джек төменге түсіп, Патрик пен Клараға қосылады. Аман қалғандар оқ дәрілерінің таусылып бара жатқанын түсінеді. Музыка тоқтаған кезде шабуылдар қайта басталады. Жағдайдан шығар жол жоқтығын көрген Джек қызының өмірі үшін қорқа бастайды. Дәл сол кезде Лу радиодан біреуді естігенін, және олардың Спрингфолзға баруы керек екенін айтады. Қыздың тірі қалуын қамтамасыз ету үшін Патрик қобыжықтарды үйден алыстату арқылы өмірін құрбан етуді шешеді. Кетіп бара жатып, Патрик Лумен қоштасады. Жолды жарықтандыру үшін отшашуды пайдаланады. Жыртқыштарды тарту үшін айқайлайды. Осы уақытта Джек қызы мен Клараны жүк көлігіне апарады. Қашу кезінде Патрик тұтқынға түсіп, жанармай бөшкесінің жанында жерге құлайды. Бірнеше тістеу шабуылына ұшыраған ер адам отшашуды пайдаланып, орынды жарып жібереді. Барлық зомбилерді өзімен бірге алып кетеді. Бірнеше сағаттан кейін олар көзделген жерге жеткенде,